Ассалаумағалейкум, қалың елім, қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Біріншісі, Украинаның бұл келісімшартқа қол қоюы, анығында Украина осы уақытқа дейін НАТОға кірем, Еуродаққа кіремін деп жанталасқан барлық жанталастарының, немесе Америка біздің мемлекеттік егемендігімізге, территориялық тұтастығымызға кепілдік берсін дейтін жанталастарының, немесе Украина НАТОға кіре алмаса, Еуродаққа кіре алмаса, Америка біздің егемендігімізге, тәуелсіздігімізге кепілдік бере алмаса, онда біздің атом қаруын жасауымызға рұқсат берсін деген барлық ұмтылыстарының бәрінің де қосындысынан артық болды. Енді осыны ашалайық. Еуродаққа Украина кіретін болып келіссөзді бастап еді. Бірақ Еуродақтың құрамындағы кейбір елдердің бүйрегі Путинге бұрылып тұрған болатығын. Енді Еуродаққа мүше болу үшін бұл келіссөз Еуродақтағы әрбір мемлекеттің саяси лидерлерімен жүретұғын. Демек, бұл келіссөз заң бойынша одаққа мүше қабылдау дейтін жарғыны тубаста бәрі одақтасып жасағанда әрбір жаңа мүшені қабылдамауды шешеді деген баптарын өзгерте алмай шарасыздан осы қадамға барады. Ал Ресейдің ықпалынан шыға алмайтын, немесе билікке келуінің өзінде ресейшіл топтардың қолдауына сүйенген Шығыс Еуропадағы кешегі советтік армия тұрған, немесе кешегі советтік идеология, коммунистік идеология табан тіреп тұрған жерден шыққан. Бүгін демократияға ауысқанымен батпандап кірген зіл әлі мысқалдап шығып үлгермей жатқан Шығыс Еуропадағы дімкәс елдердің кейбіреуі Украинаның Еуродаққа қосылуын, соны құптап қолдап қойып, өздерінің Ресейдің қаһарына қалуынан қорқып отырған еді. Яғни Трамп пен Зеленскийдің бұл келіссөзі анығында Украинаны НАТОға қосылатын ұзын сонар процесс, немесе Еуродаққа қосылатын ұзын сонар процестің барлығынан құтқарып, бір жолда батпақтың батпағында, құйдың құйында жатқан Украинаны жұлып алып, дәрежесін, мәртебесін көкке жеткізіп қойған сияқты үлкен жетістік болды. Міне бұл аржағында не жатқандығын білмейтін, тілі екі қарыс болып, кейде оңды, кейде солды сөйлеп, борандатып, желдетіп, шаңдатып, құйындатып жіберетін, билікке келгенне небәрі 100 күннің аржақ бер жағы болса да, әлемдік ақпаратта бұғанға дейін бірде-бір саяси лидер жасамаған істерді істеген, тіпті ақпарат көздерінің өзі жазып айтып үлгере алмай қалған, әлемдік адамзаттық геосаясатта, халықаралық саудада, дипломатиялық байланыстардың күл талқаны шығарып, тың өзгерістер әкеліп, Қытайды бұрышқа тығып, орысты шарасыз, ырықсыз халге әкеліп отырған Трамптың үлкен жетістігі деуге болады. Әрине, бұл осы жетістіктің аржағында Зеленскийдің және оның айналасындағы оның одақтас командасының өліспей беріспейтін өскелең және өршіл батыл ерліктері деп айтуға болады. Ал бұл ерліктің аржағында Украинада тастай болып жасалған елдің егемендігін, немесе жер асты байлығын, немесе елдің аса маңызды стратегиялық нысандарын шетелге беру бермей одақтаспау туралы тек бүкіл Украинаның мәжілісмендері, яғни конгрессмендері ғана одақтасып бәрі қол қойғанда жүзеге асады дейтін өздерінің ішкі заңдарының кереметтігі деуге болады. Яғни Украина, Америка енді бір-бірімен қол алысты, одақтасты. Қазақша образдап айтқанда өлсек бір шұқырда боламыз, тірі болсақ бір төбеде боламыз деді. Жарты жарманы бөліп жейміз деді. Міне, сенің табаныңа кірген шөгір менің маңдайыма кірсін дейтін бол, біріне бірі арқасын сүйеп, арқадас болып шыға келді. Енді бұл Ресейге қандай мағына береді? Бірінші, Украинаның сирек кезігетін жер элементтерін Америка Украинамен бірлесіп ашатын болды. Бұл бірінші тарап. Бұл Ресейге де, Қытайға да екі тараптап берілген үлкен соққы болды. Себебі Ресейдің өзінде де сирек кезігетін жер элементтері дейтін бұл элементтер бар еді. Ал бүкіл дүние жүзіндегі сирек жер элементтерінің 99%-ын Қытай өңдейтұғын. Қытай бүкіл дүние жүзінің сирек жер элементтерінің 70%-ын өндіреді.
Бірақ шетелде өндірілген рудаларды Қытайға тасып әкеліп, өңдегенмен қосқанда бүкіл жер бетіндегі сирек жер элементтерінің 99%-ы Қытайдан шығады ғой. Енді Украинаның сирек жер элементтерін Америка меңгереді деген сөз Ресейде, тіпті бүкіл дүниежүзінің сирек жер элементтерін нарығын меңгеріп отырған Қытайда аузы аңқайып далада қалды деген сөз. Енді Америка Украина жеріндегі қуаты аса мол, көлемі аса үлкен сирек жер элементтерін өзі қазады. Бұл бір. Екіншіден, жұрттың бәрі біледі, бұл сирек жер элементтерін неге Қытай көп қазады, неге Америка, Еуропа қазбайды, неге Қазақстан қазбайды, неге Ресей қазбайды, неге Украина қазбайды дейтін әңгіме бар. Бұл енді бастауыштық сауат, қысқаша түсіндіре кетейік. Бұл сирек жер элементтерін қазу экологияны аса былғайтын шаруа. Себебі сіз 100 тонна топырақты руданы қопарып, соның ішінен 100 грамм зат аласыз. Образдап, қазақша түсіндіріп айтқанда бұл сондай. Сондықтан бұны ашу экологияға әкелетін шығыны өте үлкен. Бірақ адамдар бұл заттарға зәру болғандықтан, бұл заттар басы ұялы телефоннан, компьютердің мониторынан, процессорынан бастап, әуеде ұшып бара жатқан ракета зымырандар, қанатты зымырандар, тіпті спутниктерге дейін бұл зат қолданылатын болғандықтан, адамзат бұған зәру. Ал сондықтан бұның шығыны қанша болғанына қарамай, Қытай өндіреді. Қытайға экология керек емес, Қытайға геосаясат керек, Қытайға өзінің халқының қырылғаны, суының, ауасының, топырағының ластанғаны керек емес, бүгінгі қалтасының қампайғаны, бүгінгі саяси арам мақсатына жеткені ғана керек. Соныменен Қытай өндіріп отырады. Негізі бұл элемент Еуропаңда да, Америкаңда да бар. Бірақ олар өз жерінен топырақты руданы қазып алып, айналасын былғамай, тіпті өндірісті де ашпай, сол топырақты руданы Қытайға тасып апарып, Қытайда өңдетіп алып келіп жүрді. Демек, енді осығанға дейін қалыптасқан Қытай сирек жер элементтерін өндіретін, немесе шетелдің сирек жер элементтері бар рудаларын өңдейтін жағдай осымен тоқтайды. Қытайдың сирек жер элементтеріне деген монополиясы аяқтады. Трамп пен Зеленскийдің бұл келісімге келуінің ар жағында әлемдік үлкен авиация, соғыс қарулары, коммуникация, хабар ошар, телефон, компьютерден тартып, бүкіл осы замандық жабдықтарға керекті затты енді Қытайдың қолына қаратып қояды. Немесе бұл заттың бәрі емес, соның ішіндегі бір өте нәзік бөлшектеріне керекті элемент сол сирек жер элементтерінен келеді. Енді осыны Қытайдың монополдауы тоқтады. Тіпті бұл машинаның моторына дейін керек зат екен. Енді Илон Маск айтты, біз жаңа технология ойлап таптық, керек десең сирек жер элементтерінсіз мотордың қуатын арттыратын технология бар деді. Демек, дәл осындай бұл технология табылғанымен әлі іске қосылмаған осы жағдайда енді Трамп пен Зеленскийдің бұндай мәмілеге келуі Қытай үшін де, Ресей үшін де күйреткіштік сипаттағы соққы болып тұр. Бұл бірінші. Екіншісі, Украинаның жер асты қазба байлықтарын, Украинаның мұнай газ саласын Америка бірлесіп меңгеріп ашады. Және Украинаның жер асты қазба байлықтарын меңгеру туралы Американың жаңағы алдыңғы кезекте құқы болады деді. Яғни Франция, Германия, Англия, немесе Қытай, немесе кез келген басқа ел, немесе кез келген басқа инвесторлар, халықаралық корпорациялар Украина жеріндегі жер асты байлығы, ішінде мұнай газы бар, меңгереміз деп, жаңағы тура бір кен орнын ашамыз дейтін болса, Украина бірінші кезекте Америкамен ақылдасады. Берейін бе, бермейін бе? Егер сен ашсаң сенікі, егер сен алмайым десең, сен алмайым дегесін барып басқаларға беремін дейді. Демек, бұл деген сөз Украина басы бүтін Америкамен одақ болды. Үшіншісі, Украинаны дамыту, гүлдендіру қорының 50-де 50 статусы. Бұл осы уақытқа дейін Америка өте өзімшілдік жасап келе жатыр. Украина менен екі жақтағы келісімде Американың талабы аса ауыр, аса жоғары, тіпті Украинаға мүмкіндік қалдырмады дейтін сөздің бәрін осы 50-де 50 тастай қылды. Себебі 50-де айтты. Украинаны дамыту, соғыстан кейінгі гүлдендіруге керекті бүкіл қаражатты Америка менен Украина 50-де 50 басқарады және шығарады. Бітті. Табыс 50-де 50 болады.
Енді осы барлық нәрселерді айта отыра бір нәрсені сезуге болады. Американың мүддесі Украина жерінде. Енді Американың осы келісім шарттарына сай, Американың жекеменшік немесе басқа да компаниялары Украин жерінде жаңағы соғысып жатқан аймақтардағы сирек жер элементтерін қазамын дегенде, Путин оған өзінің әскерін немесе солтүстік Кореяның әскерін жіберіп, немесе болашақта баратын қазақтың, қырғыздың әскерін жіберіп, Американың компаниясының төбесінен зымыран ата алмайды. Себебі Америка барлық жерде өзінің компаниясының мүддесін қорғайды. Американың жоғары технологиялық компаниялар кен қазу, кен байыту, кен қорыту, немесе басқа да экономикалық жұмыстармен барғанда, ол жер Американың теңіз құрлық армиясының қорғауында болады. Міне бұл қалыптасқан заң. Демек, Украина енді Американың қорғауындағы ел болады. Яғни Украина басы бүтін Жапонияның статусына қол жеткізді. Басы бүтін Тайванның статусына қол жеткізді. Басы бүтін оңтүстік Кореяның статусына қол жеткізді. Яғни бүгінгі Украина енді Американың қорғауында болатын Израиль, Жапон, оңтүстік Корея, Тайван сияқты болды. Яғни Украина енді Израиль, Украина енді Тайван, Украина енді Жапония, Украина енді оңтүстік Корея. Бұл деген сөз. Орыстың тура қолқа бауырын Америка суырып алды деген сөз. Бұл деген сөз Путиннің жүрегіне қолын қарсы еткізіп, тығып тұрып, жүрегін шыжымдап ұстап отыр деген сөз. Бұл деген сөз Путиннің осы уақытқа дейін жасаған барлық айла жоспары, мен Киевті жаулап алам дегені бәрі бекер болатын болды. Неге? Аталмыш келісім шартта Америка Украинаның егемендігіне, елдігіне кепілдік беріп отыр. Міне Зеленский сұраған нәрсе осында қол қойылды. Яғни Украинаны енді мен жер бетінен жойып жіберем, Украинаны картадан жойып жібереміз дейтін Путиннің есерсоқ сөздері. Ресейдің сыртқы істер министрі Лавровтың сөздері. Анау мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің бастығы Медведевтің сөздері. Неменеді? Анау ұлттық кеңестің бастығы. Кезінде Назарбаев өзінің ұлттық кеңестің бастығы деген сол Медведевтен Путиннің маймылынан үйренген жоқ. Сол ұлттық кеңес Медведевтің сөзі. Біз Украинаны жер бетінен жойып жібереміз. Украина деген ел картадан жойылып кетеді дейтін сөздің бәрі енді оттаған сөз болды. Себебі Украинаның егемендігіне Америка кепілдік берді. Міне, көрдіңіздер ме? Бұл деген сөз Украина 4 жыл соғысып, бәленбай адамнан айырылып, үлкен қырғындар соғыстар болып, ең соңында осындай нәтижеге қол жеткізді деген сөз. Міне, бұл аса үлкен қуанышты хабар. Енді бұдан қазаққа келетін бір зұлымдық болады. Украинаны ала алмайтынын, жұта алмайтынын білді. Өткенде ғана осы соңғы 2 күн бұрынғы лекциямызда Путин мынау 9 марттың алдында дүние жүзінің алдында үлкен бір шахмат ойнады. Сөйтіп бұғанға дейін тек қаруын алып келген солтүстік Кореядан енді ресми түрде тек алысқа атылатын зымыран алды. Бір солтүстік Кореяның басшысы Ресей солтүстік Корея ортасындағы әскери одақтастық келісім шартының бәленші тармағына сай солтүстік Корея ресми түрде Ресей жеріне әскер аттандырды деп жариялады. Бұл ресми мәлімдеме таратуменен жай тышқаншылап қару-жарақ көмек беру екеуінің сипаты ұқсамайды. Яғни бұл соғысқа Ресейдің одақтасы болып екінші бір шетел мемлекеті ресми түрде жариялап жаһанға жар салып тұрып қатысты деген болатынбыз. Енді бұның мәні мен мағынасы деген сөз бұл дүниежүзілік екінші соғыстың алдындағы фашистік одақтастықтың алғашқы бір белгілері пайда болды. Яғни Ресей фашистік еліне солтүстік Корея фашистік елі бірікті. Милитаристік, фашистік екі елдік одақ қалыптасты. Әрине, Беларусь осығанға дейін Ресейдің бір құрамдас өлкесі сияқты болғанмен, ол мемлекет ретінде ресми түрде соғысқа әскер аттандырған жоқ. Орыстың әскері Беларусь жерінен ары-бері кесіп өткенмен, Беларусь мүмкіндігінше орысты қолдағанымен, ол бейне бейтарап қалғансып отырды. Қазақтар да бейтарап қалғансып отырды. Бірақ Иван Гали ара тұра, мен тұрған елге
жау келетін болса, мен айтем битем деп Путиннің жаңағы үрдеген тапсырмасы бойынша Иванғали анда-санда қазақ жаққа қарап қаңқылдап үріп қойғаны болмаса, негізі Ресеймен жариялап тұрып, ашық түрде соғысқа қатынасқан ел тек солтүстік Корея. Ал Қытайдың әскерилері тұтқындалып жатты. Қытайдың солтүстік Кореямен қатар Ресейге өзінің жаңағы әскери күштерін жіберіп, майдан көргізтіп, қан көргізтіп, отпен өрттің ішіне армиясын жіберіп соғыста жаттықтыруы бұл Қытайдың өзіне керек болды, және Путиннің бір талабын қанағаттандыру болды. Себебі Қытай ресми